Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай қуырылған ерекше мантының рецептімен бөлісемін. Сырты да іші де өте дәмді, ерекше болып шығады. Сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Жаңадан көріп отырған көрермен болсаңыздар, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Осындай қазақша каналдардың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, ең алдымен жылы су аламыз. Оған бір қасық тұз, бір қасық дрожжімізді салып, жақсылап араластырып, осыған алдын ала еленген ұнымызды салып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Қолымызбен жақсылап қамыр илеп аламыз. Қамыр илеп жақсылап бетін жауып, жарты сағатқа қамырымыз ашығанша бетін жауып қоятын боламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, жұмсақ емес, қатты емес, орташа тығыздықта осылай қамыр илеп, жарты сағатқа ашығанша бетін жауып, жылдай орап қоятын боламыз. Бізге бір пияз қажет болады. Бір пиязды ұсақтап осылай майдалап турап алдым. 500 граммдай фарш қажет болады. Оны да осылай пиязымыздың үстіне қосып салатын боламыз. Және де өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. 40 қабатты ұсақтап турап салдым. Мантымыздың іші сулы, сочный болу үшін. Енді бізге дәмдеуіштер қажет болады. Ол бір қасық қара бұрыш, бір қасық қызыл бұрыш және де бір қасық зира салып жақсылап араластыратын боламыз. Біздің қамырымыз осы аралықта ашып дайын тұр екен. Енді осылай майда бөліктерге бөліп алып жаятын боламыз. Көз мөлшермен өлшеп сасаңыздар да болады, болмаса граммен өлшеп, барлығы бірдей болу үшін граммен өлшесеңіздер де болады. Осылай бірнеше ұсақ бөлікке бөліп, осылай бетін жауып 10 минутқа қалдырамыз. 10 минутта қамырымыз жұмсарып, әдемі болып тұрады. Енді осының шетін жұқалап жаятын боламыз. Ортасын қалыңдау, шеттерін жұқалау қылып жайып аламыз. Осылай дәл видеодағыдай түйетін боламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай. Ортасын ашық қалдырмаймыз, өйткені біз қуыратын болғандықтан ортасын жауып түйетін боламыз. Қызып тұрған тапаншамызға осылай барлық мантыларымызды салып, осылай алдын ала қуырып алатын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Және де видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, осындай қазақша каналдардың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Піскенін күтпейміз. Сыртын ғана осылай қызыл қылып қызартып қуырып аламыз. Манта бүркеге салғанда іші әдемі болып пісетін болады. Осылай беті қызарғанша осылай қуырып аламыз. Өте дәмді болып шығады. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Бір рет болсын жасап көріңіздер. Осылай қуырылғаннан кейін, осылай манта бүркеге салып, 30 минутқа манта бүркеге қойып алдық. Енді өздеріңіз көріп тұрғандай өте дәмді болып пісті. Менің каналымда көптеген пайдалы видеолар бар. Алдағы уақытта да осындай пайдалы видеолар түсіретін боламын. Сол үшін маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп рахмет.